Көлге түскен келіншек. Бір спортшы жігіт әйелімен бірге көлге барып демалады. Әйелі қайық үстінде қалта телефонның бейнекамерасымен айналаны түсіріп тұрады. Күйеуі суда малтып жүреді. Басында баяу ғана есіп тұрған жел күшейеді. Бақытты жандар оны байқай қоймайды. Бір кезде жігіт ұзап кеткен екен. Қайықтың жағаға байланған шылбыры шешіліп кетіп, оны толқындар көлдің ортасына қарай ала жөнеледі. Күйеуі қанша спортшы болса да, қайықты қуып жете алмайды. Үрейі ұшқан әйел аттанды салып, басқа еш әрекет қыла алмай ұзай берді. Біраз ұзаған соң рәзіңке қайық аударылады. Келіншек суға кеткен тал қарамайды дегендей, қайықтың шылбарынан тас құсап ұстап айырылмайды. Өзі жүзу білмейді. Білетіні тек қана Аллаға жалыну. Суға кетіп өлуден қатты қорыққан ол Аллаға бар зарын айтып жалынады. Намаздың парыз екенін білсе де, өзінің осы күнге дейін әне-міне деп жүріп, оған уақыт таппағанын, бірақ енді осыдан аман қалса, міндетті түрде оқитынын, Құранды қолынан тастамайтынын, сериалдар мен той тамашалармен уақыт өткізбейтінін, өмірді бағалайтынын шырылдап жүріп қайталаумен болды. Тек қана бір мүмкіндік бере көр деп жалынып, уәдесін аямай үйіп төкті. Күйеуі құтқарушыларды үйлерінен жинап әкелемін дегенше 2 сағаттай уақыт өтті. Олар да жағаға жетті. Толқындар да қайықты жағалауға айдап келді. Салбыраған аяғы жерге тигенде, келіншектің буындары босап, бойынан әл кетіп сылқ ете қалды. Сонымен оған екінші өмір берілді. Ол да ұятты адам екен, уәдесінде тұрыпты.